Шымкент қаласы полиция департаменті ескертеді. Қазіргі таңда интернет желісінің кең тарауына байланысты интернет қолданушыларға қатысты жасалған алаяқтық қылмыстарының саны артуда. Осыған орай, құрметті қазақстандықтар және Шымкент қаласының тұрғындары интернет алаяқтықтың құрбаны болмасы үшін Шымкент қаласы полиция департаменті төмендегідей жолдарды ұсынады. Егер сіздің ұялы телефоныңызға ұлттық банк, құқық қорғау органының қызметкері ретінде таныстырған азамат хабарласып, сіздің есеп шотыңыздағы қаражаттарды алаяқтар шешіп алуға, әлде несие рәсімдеуге әрекеттер жасап жатыр деген сылтау айтып, жедел түрде өзіңіздің жинақтаған қаражаттарыңызды немесе өзіңіз өз атыңызға несие алып, оны ұлттық банктың резервтік шотына аударуға, немесе телефоныңызға AnyDesk, TeamViewer секілді бағдарламаларды жазуға шақырса, сақ болыңыздар. Бұл интернет алаяқтар. Оның алдын алу үшін бірден қоңырауды үзіп, өзіңіз қолданатын банк сенім нөміріне қайта хабарласып, немесе жақын тұрған бөлімшеге барып, есеп шотыңыздағы барлық операциялар туралы мәліметтерді тексеруге болады. Банк әлде құқық қорғау орган қызметкерлері сіздің банк реквизиттеріңізді немесе есеп шотыңыздағы қаражаттарды басқа резерв шотына аударуды мүлдем талап етпейді. Instagram, Facebook секілді әлеуметтік парақшаларда Қазақстан Республикасының газ, мұнай, алтын секілді қазбалардың пайдасын халыққа бөліп беріп жатыр деген жарнамаларды Қазақстан Республикасының президенті мен бәріне танымал азаматтардың фото суреттерін қойып, Қазмұнайгаз, Тенгизшевройл, Қазминерал, Жаңа Қазақстан секілді компаниялар мемлекеттік бағдарламалар арқылы аз уақыт ішінде салынған инвестицияны бірнеше еселеп көбейтуге шақырса, сақ болыңыздар. Бұл интернет алаяқтар. Көбіне жарнама арқылы сілтемеге өткен кезде өзіңіздің ұялы телефон нөмірі мен аты жөніңізді толтыруды сұранып, сізге бейтаныс орыс тілінде сөйлейтін азаматтар хабарласып, өзіңізге ыңғайлы кез келген банктен өздері онлайн түрде есеп шот ашқанын және ол есеп шотты сіз ғана қолданатыныңызды айтып, сендіріп инвестиция жасауға шақырады. Ондай жарнамаларға сенбей, аз уақыт ішінде үйде отырып, жылдам ақша көбейту мүмкін емес екенін еске саламыз. Және үлкен компаниялар жариялап жатқан барлық жеңілдіктер тек өздерінің ресми сайттарында ғана жарияланатынын хабарлаймыз. Қазіргі уақытта кез келген интернет шығу мүмкіндігі бар азамат интернет алаяқтықтың құрбаны болуы мүмкін. Және бұл қылмыстың ерекшелігі қашықтықта жасау болып отыр. Сондықтан, егер сіз интернет алаяқтықтың құрбаны болсаңыз, міндетті түрде 102 нөміріне хабарласыңыздар. Шымкент қаласы полиция департаменті, криминалдық полиция басқармасы.